Шамға сапар. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям 12 жасқа толғанда көкесі Әбу Тәліптің тұрмысы тіпті нашарлап, ішіп-жемге тарығып қалады. Ол кезде Меккеден алыс өңірлерге сауда керуендері қатынайтын. Сол тұста Әбу Тәліп те саудамен айналысуға белі буады. Құрайыштықтармен бірге Шамға осы мақсатпен сапарға дайындалады. Керуен алыс жолға жан-жақта әзірленіп жатады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям көкесінің де кететінін естігенде көңілі құлазып сала береді. Әкесінен де, аяулы анасынан да осындай сапар соңында мәңгіге айырылған бала көңілі саяхат десе өрекпей жөнелетін. Не де болса да көкесімен бірге кеткісі келеді. Бірақ ойын жеткізудің амалын таба алмайды. Ақыры уақыт жақындаған соң көкесіне ішіндегісін бүкпесіз айтып салды. Көкешім-ау, ұзақ сапарға аттанып барасыз. Мені кімге тастап кетпексің? Мұнда менің әкем де, шешем де жоқ қой, деп жылап жібереді. Көз жасы моншақтап төгілген бауырын құшағына алып, көңілін босаған Әбу Тәліп дереу шешім қабылдады. Мұхаммед те керуенге қосылатын болды. Баланың қуанышын көзінен оқуға болар еді. Керуен жолға шықты. Шөл далада ұзақ жүрген соң Босра деген жерде тоқтап, тынығып алмақ болады. Босра меккелік керуендер жыл сайын тынығатын, суы мен нуы мол 9 жолдың торабында жатқан мекен. Босраның жәрмеңке алаңында жақын орналасқан шіркеуде Бахира есімді монах барды. Ол христиандардың арасынан шыққан, білімділігі үшін жұрт оны құрметтеп қастерлейтін. Сол шіркеуде ескіден сақталып келе жатқан киелі кітап болған. Содан пайдаланып, ибадат еткендер аса білімділігімен ерекшеленетін. Әрине, оның сыры тек монахтарға ғана мәлім еді. Құрайыштың керуені жылдағы әдеті бойынша әлгі шіркеудің маңына тоқтайды. Жыл сайынғы сапарларында сәлем сауқатпен ғана шектелетін Бахира адам танымастай өзгеріп, оларға ерекше ілтипатпен қарсы алады. Құрайыштар әуелгіде секемденіп, сонан соң таңданып қалады. Монах оларға арнайы дастархан жайып, қазан көтертеді. Керуеншілер мән-жайды түсінбей аң-таң. Білімді монах құрайыштықтардың керуенінде бұрын-соңды байқалмаған құбылыстың куәсі болғанды. Шіркеудегі орнынан Құрайыштың керуенін тамашалап отырып, бір шөкім бұлттың олардың төбесіне көлеңке түсіріп жүргенін байқайды. Керуен тоқтап, ағаштың көлеңкесіне тынықпақшы болғанда, әлгі бұлт ағаштың үстінен көлегейлеп тұрады. Бұл құбылыстың тегін еместігін ұғынған монах керуендегілерді асқа шақырып, көрген-білгенінің анық-қанығына көз жеткізу үшін жолаушыларға хабар жолдайды. Ей меккеліктер, сіздерге арнап дастархан жайдым. Үлкен-кіші біріңіз қалмай келіп дәм татыңыздар. Құрайыштықтар да үндемей қалмады. Бахирадан мұнша меймандостығының себебін сұрады. Монах жай ғана: сіздердің қонақ екендіктеріңіз рас, бір дәм ұсынайын дедім. Ал астан алып отырыңыздар, деді де қойды. Тамақ артынан шай келді. Қонақтар жайғасып, әңгіме қызығына берілген. Бахира ғана келгендер арасынан іздеген кісісін таба алмай әлек. Отырғандардың ешбір кітапта айтылғандарға сәйкес келмейді. Монах жиналғандарды әрі-бері көзмен сүзіп, ойындағысын таппаған соң: араларыңызда келмей сыртта қалғандар бар ма? деп сұрады. Құрайыштар болса: ей Бахира, сенің шақыруыңа бәріміз түгел келдік. Тек керуендегі мүліктерді күзетуге бір баланы тастап кеттік. Қалғанымыз 4 көзіміз түгел осындамыз, деді. Бахира мұны естіген соң қоярда қоймай ол баланы да алдырады. Бала Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям дастархан басына отырғанда, тамақ жеп жатқанда, Бахира оның әрбір қимылын қалт жібермей бақты. Бахира іздегенін тапқандай еді. Өйткені алдында отырған нұр жүзді балдырғанның әр қимылы, әрекеті
түр-түсі тура кітабында жазылған сипаттармен дәлме-дәл. Тамақ желініп, қонақтар қайтуға жиналған тұста Бахира баланың құлағына сыбырлап: «Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Лат пен Узза пұттарының ақысына шыныңды айтшы», деді. Лат пен Уззаның атын естігенде Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам түрі бұзылып кетті. Сосын жұлып алғандай: «Лат пен Уззаның атымен менен ештеңе сұрамай-ақ қой. Дүниедегі ең жек көретінім солар», деп жауап берді. «Онда», деді Бахира, «Алланың атымен сауалдарыма жауап бер. Не сұрағың келсе, енді сұрай беруіңе болады», деді Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сұрақтарына баланың берген жауабы дінбасын қайран қалдырды. Әрбір жауаптан киелі кітаптағы ишараттарға көз жеткізе түсті. Ең соңында сенімді болу үшін баланың арқасын ашып пайғамбарлық мөрін көргенде оның соңғы нәби екендігіне еш шүбәсі қалмады. Манах санасын жаулаған сан сауалдың жауаптарын тапқан соң аяңдай басып Әбу Тәліптің жанына келді. «Бұл бала кімің болады?» «Ұлым». «Жоқ, менің білуімше оның әкесі болмауға тиіс». «Қайдан білдің?» «Негізінде солай, бауырымның баласы». «Әкесі қайда?» «Баласы дүниеге келмей жатып қайтыс боп кетті». Бахира мәселенің мән-жайын анықтап алған соң Әбу Тәліпке мынандай ақыл айтып хақ жолындағы адам екенін байқатты. «Бауырыңды алып еліңе қайт. Оны яһудилерден де қорғамасаң болмайды. Олардың арасында көре алмайтындар небір қызғаншақтар бар. Менің білетіндерім оларға да аян. Баланың бойындағы ерекшеліктерді көрсе, дұшпандық ойлауы әбден мүмкін. Өйткені сенің бауырың болашақта даңқты адам болады. Айтқанымды тыңдасаң бөгелме, ауылыңа қайт». Бахираның айтқандарына ден қойған Әбу Тәліп әкеле жатқан заттарын сол жерде өткеніне сатып Меккеге оралады. Бахира сынды көптеген христиан және яһуди ғалымдары соңғы пайғамбардың белгілерін киелі кітаптан оқып үйреніп мойындаса да, оларға ислам кәусәрі бұйырмаған. Жахилия дәуіріндегі азғындаушылықтар. Құрайш мүшриктерінің дәстүрі бойынша жылына бір рет Буана есімді пұттың айналасына жиналып, сол жерде шаш сақалдарын кесіп, құрбан шалып, тойлау әдеті бар болатын. Осы салтанатқа Әбу Тәліп те отбасымен бармақ болады. Дәл үйден шығар тұста Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ойын-сауыққа қатыспайтынын айтқанда көкелері жатып кеп ренжиді. Тәңірінің құрметіне ұйымдастырылатын думанға барғым келмейді деген не сөз? Қаһарына ұшырап кетем бе деп қорықпайсың ба? Бұл қылығың біздің әулетке тіпті жараспайды, деп өкпе айтып жалынып қоймаған соң көңілдерін қимай Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ағаларының соңынан еруге келіседі. Бар жақсын киіп, сыланып, сипанып, мәз-мейрам болған елге ілесіп, ол да салтанат өтетін жерге келеді. Іштей бұл әрекетке наразы болса да, амалсыздан әрең келген Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Буана пұтының жанына жақындағанда аяқ астынан жоқ боп кетеді. Ел-жұрт аң-таң. Біраздан соң сонандай жерде дірілдеп, қалшылдап, қара терге түскен күйінде көреді. Бауырлары шошып: «Не болды? Саған не көрдің?» деп тұра жүгірді. «Сүйікті пайғамбарымыз, мен пұттың қасына жақындағаным сол еді. Ақ киімді ірі денелі бір кісі пайда болды да: "Ей Мұхаммед, ары тұр, пұтқа жолаушы болма", деп дауыс көтерді. Онан соңғысын өзім де білмеймін", деді. Осы оқиғадан кейін пайғамбарымыз күн өткен рәсімдерге қатыспаған.